Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сырный палочки рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алдымен картошкамызды қайнатып, пюре етіп езіп аламыз. Арасында түйіршіктер қалмау керек, жақсылап еземіз. Және жүгері крахмалын саламыз. Панировочный сухари саламыз. Панировочный сухари сыртқы бөлігі қытырлап тұру үшін керек. Және бір жұмыртқа салып, бәрін жақсылап еземіз. Сырымызды осындай етіп, 4-1 формада сопақша етіп кесіп аламыз. Пюремізді осындай етіп жайып аламыз. Ортасына сырымызды салып, жегін жақсылап жабамыз. Сырымыз ашып қалмау керек. Ыстық майға тигенде сырымыз ыстық майда тарап кетеді, ашық қалса. Майды қыздырып, жемендеп саламыз. Қызарғанын тексеріп қоямыз. Қызарған соң екінші бетін аударамыз. Қатты қызартпаймыз. Орташа сары етіп аламыз. Осындай етіп дайындап аламыз. Сырный палочкамыз дайын. Қаймақпен немесе кетчуппен жесеңіздер болады. Ыстықтай жеген дұрыс. Сонда ішіндегі сыры созылып әдемі болып тұрады. Өте дәмді болады. Кафедегідей керемет рецепт. Ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы рецептпен бөлісетін боламын. Ас болсын.